Инстаграмнан таргетті қалай жібереміз деген сұрақтар көп болды. Сол үшін осы видеоны жазып жатырмын. Сіздерде Инстаграм аккаунт болу керек. Ол жерде жаңағы суреттер немесе видеолармен толтырылу керек. Содан кейін сіз таргетті сол жерден жібере аласыз. Ең біріншісінде сіздер на профессиональный панель деген жерге кіресіздер. Сол жерде мынандай міне баптау басып, сосын переключить аккаунт дегенді басасыздар. Сіздер аккаунттарыңызды коммерческий аккаунт немесе профессиональный аккаунт дегенге айналдыру керексіздер. Содан кейін сіздер мынандай міне посттарыңыз таңдаған кезде мына жерде мынандай бастырма пайда болады. Продвигать публикацию деген. Ішіне кірсеңіздер, бұл жерде жаңағы сіздің Инстаграм аккаунтыңызға жіберетін жарнама жасауға болады, немесе өзіңіздің сайтыңызға жіберетін жарнама жасауға болады. Бұл жерге өтіп, біз деген жаңағы біздің сайтымыздың сілтемесін осы жерге енгізу керекпіз. Мен деген шығамда, мысалы, менде сайт бар, енді сайтыңыз жоқ болса, онда бұл жерге ештеңе енгізе алмайсыз, онда басқа жарнама түрін таңдайсыз. Мен сайтымды көшіріп алдым, мына жерге енгіземін. Сол үшін сондықтан ары қарай батырмалар таңдаймын өзіме, қандай ыңғайлы. Және мынандай WhatsApp немесе Instagramға өткізу деген тағы сондай нелерді таңдауға болады. Ары қарай хабарлама жіберу дегенді алсақ болады жарнама түрін. Ол жерде не бізге WhatsAppқа, не біздің Instagramдағы директке хабарлама келетіндей сондай таңдауға болады. Бұл жерде міне неше түрлі варианттары бар. Сосын міне жаңадан шыққан бірнеше жаңағы мақсаты бар шыққан, оны да таңдап көрсеңіздер болады. Сосын ары қарай деп басасыздар. Біздің бірінші таңдайтынымыз осы, келесі таңдайтынымыз ол аудиториялар. Ол жерде міне ерекше таңдаулар деген бар. Ол жерде егер сіз қаржымен байланысты болсаңыз, адамдарға жұмыс беретін болсаңыз, немесе жаңағы үй сатумен айналысып, политикамен байланысты болсаңыз, осы жердегілерді таңдайсыз. Егер онымен түк байланысыңыз жоқ болса, онда өзіңіздің аудиторияңызды жасау керек. Мына жерде менде бір аудиториялар тұр, жаңағы әйелдер, бизнес деген аудиториялар тұр. Оның астында өз аудиториямды жасауға мүмкіндігім бар. Сіздер осылай көп аудитория жасай аласыздар. Мысалы, біз қазір мына жерде жаңа аудитория жасау деп басамызда, біз деген жаңа аудиторияны жасаймыз. Мына жылжытпаны алып тастау керек. Сосын мына жерге біз еркектерді жазамыз. Өйткені біз еркектерге аудитория жасайық деп шештік. Атауын жаздық. Өздеріңіз қандай аудитория жасағыңыз келеді, соны жасасаңыздар болады. Жаңағы студенттер, мұғалімдер деген сияқты өздеріңіз білесіздер. Енді мына жерде біз деген мекен-жай таңдаймыз. Мысалы, мен Алматы және Шымкент деп барлық қаланы ала берсек болады. Егер біз бір жерді ғана алғымыз келсе, біз мына жерде екінші жергілікті жер дегенге өтіп, сол жердің өзіміздің жерді таңдап, соның арасына ғана кішкене жерге ғана жаңа таргет жіберсек болады. Сосын мына жылжытпаның бәрін алып тастаймыз, ары қарай деп басамыз. Содан кейін біз жаңағы немен қызығады адамдар, соны таңдаймыз. Мысалы, біз гүл сататын магазин біз деп ойласақ, біз деген мына жерде сыйлық, гүлдер, жаңағы туған күндер деген сияқты неше түрлі категорияларды таңдап, соларды осы жерге қойсақ болады. Мысалы, міне біз интернетпен сатып алу деген сияқты дайын деп басамыз. Сосын жаңағы жасын адамның және біз еркектер деп қана таңдаймыз. Дайын деп басамыз да. Аудиториямыз дайын. Келесі үшінші жасайтын нәрсеміз ары қарай деп басқан кезде шығады. Ол бюджетпен қанша уақыт сіздің жарнамаңыз айналады. Бұл жерде мынандай жылжытпа бар. Сол жылжытпамен сізге қандай бюджет ыңғайлы, соны қоясыз. $1 бастала береді, бірақ қазір $4 қой деп айтады. Және қанша уақыт 30 күнге дейін қоя берсеңіздер болады. Ары қарай деп басасыздар. Ең соңында сіздерге шығатын ол жаңағы мына жерде менде төлем картасы тұрғаннан кейін маған шыққан жоқ. Сіздерге төлем картаңды енгіз деп шығады. Төлем картаңызды енгізесіз. Сосын ары қарай жарнама жібере беруге болады.
сәттілік